Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып қазақ тіл сабағы. 5-ші сабақ. Бүгінгі сабақ көрден алдым менің каналыма тіркеліп, қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Менің каналымда 2-ші және 3-ші сыныпқа арналған қазақ тіл және математика сабақтары жүргізіледі. О дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырамын. Оларға жауап беремін. 17-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Дала гүлдері. Ертегі. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақбақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын, деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді. Өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деді бақбақ қарсыласып. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі: таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер. Естерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, естерің адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақбақ таласпайтын болыпты. Балдырған журналынан. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Мәтін мазмұны бойынша 3 сұрақ құрастырамыз. Бірінші сұрақ: бәйшешек бақбаққа не деді? Екінші сұрақ: бәйшешек пен бақбақты татуластырған кім? Үшінші сұрақ: бәйшешек кім ең әдемі гүл менмін. Мен көктемде шығып елді қуантамын деп айтты. Осылай сұрақ құрастырсаңыздар болады екен балалар. Енді бұл мәтін бойынша біз осы мәтіндегі дыбысы бар сөздерді тауып, қайсысы дауысты және қайсысы дауыссыз екенін анықтаймыз. Бұл мәтіндегі дыбысы бар сөздер қуантамын, екеуінің, қуаныш деген сөздер болады. Бұлар қуантамын дауыссыз, қуаныш деген дауыссыз болады. Ал екеуінің деген сөзді дауысты болып саналады дыбысы. Келесі 18-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Дыбысы бар сөздердің астын сыз. Халқымызда қыздар көп. Иеленген гүл атын, әпкем аты Раушан, қарындасым Жауқазын. Дыбысының дауысты немесе дауыссыз екенін дәлелде дейді. Бұл жерде бізде дыбысы бар сөздер Раушан және Жауқазын. Дыбысының астын бір рет сызамыз. Дыбысы бар сөздердің астын сыздық. Енді осы дыбысының дауысты немесе дауыссыз екенін анықтаймыз. Раушан деген сөзде алдында дауысты әріп болып тұр. Бұл дауысты дыбысы болып саналады. Ал Жауқазын деген сөзінде де дауыссыз дыбысы бар екен. Жоқ, Жауқазын дегенде де дауысты болып саналады, дауыссыз емес. Келесі жаттығуымыз 19-ші жаттығу. Суреттегі гүлдермен аттас қыздардың есімдерін тауып көр. Сол сөздермен 2 сөйлем құрап жаз. Суреттегі гүлдермен аттас. Біріншісі роза гүл, тікендері бар, әдемі, иісі керемет, білесіздер. Роза гүл деп айтылады. Екіншісі Жауқазын, тауда өсетін Жауқазын гүлі. Бұл да әдемі гүл. Енді осы Жауқазын және роза гүлдеріне сөйлем құрайды екенбіз. Бірінші сөйлем: роза мектепте жақсы оқиды. Екінші сөйлем: Жауқазын сыныпты тазалады. Осылай біз 2 гүлдің аты және қыздардың аты болып саналатын сөздерге 2 сөйлем құрастырдық балалар. Жазып аласыздар.
Келесі 20-шы жаттығу. Сөздерді буынға бөліп оқы дейді. Бізге сөздер берген, оларды буынға бөліп оқимыз. Алдымен ең бірінші у дыбысы әрпі берілген, соларға сөздерді жалғаймыз, иә? Уыз, уылдырық, умаждау, улы. У сөзінің өзі сызықша қойылады ба? Уыз болады буынға бөлінгенде. У сөзінің кейін сызықша қой. Уыл сызықша, сызықша, рақ болады. Осылай буынға бөліп оқисыздар, балалар. Енді у дыбысы бар дауысты ма, әлде дауыссыз болып тұр ма? Соны дәлелдеңіздер дейді. Бұл жерде у дыбысы уыз және уылдырық сөзінде дауыссыз болып тұр, иә? Ал умаждау, улы деген сөзде дауысты дыбыс болып тұр. Қалаған сөзіңмен сөйлем құрап жаз дейді. Келесі тапсырмасы осы сөздерден, қалаған екі сөзден сөйлем құраймыз. Біріншісі, әжем маған уыз жасап берді. Уыз сөзіне сөйлем құрастырдық, иә? Әжем маған уыз жасап берді. Екіншісі, улы деген сөзге сөйлем құраймыз. Улы жылан адамға зиян. Нүкте. Осылай сөйлем деген басқа, сөз деген басқа, балалар. Сөйлем дегеніміз осылай ұзын сөздерден құралады, иә? Бірнеше сөздерден құралатын сөйлем деп атаймыз. Ал сөз дегеніміз жалғыз бір сөзді сөз деп атаймыз, иә? Осылай сөйлем құрастырып жазамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.